Армысыздар, қымбатты бүгінгі бейне дәріске қатысушылар, әріптестер, баршаларыңызға қайырлы күн дейміз. Өздеріңізге белгілі, Абай атты кітапханасы осы Zoom платформасында біраз уақыттан бері әр дәрістен алаш жобасын ұсынып келе жатыр. Осы жоба аясында бүгін біз тағы да бір кезекті бейне дәрісімізді ұсынамыз. Бізге енді қазіргі уақытта Хазірет Әлі ағамыздың, қонағымыздың қосылуын күтудеміз. Хазірет Әлі аға, ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Енді ағамыз қосылса, онда эфирімізді бастай берейік, жалпы бейне дәрісімізді. Тағы да енді жаңадан қатарымызға қосылып жатқан әріптестеріміз болса, бүгінгі бейне дәрісімізге қатысушылар болса, қайырлы күн дейміз баршаларыңызға. Өздеріңізге белгілі, Абай атындағы кітапхана, Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы кітапханасы біраз уақыттан бері алаш жобасын қолға алып, осы алаш танушы еліміздегі азаматтармен арнайы бейне дәріс өткізіп келе жатыр. Жақсы. Енді мен бүгін жалпы тақырыпты айтып алайын. Бүгін енді біздің назарға алып отырған тақырыбымыз мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, алғашқы қазақ елшілерінің бірі, дипломат Нәзір Төреқұловтың жалпы Мәскеу архивтерінен табылған құжаттары, жалпы енді осы Нәзір Төреқұловтың өмірі және де қоғамда атқарған қызметі, міндеті жайында сөз болмақ. Және енді Хазірет Әлі ағамызды таныстырып өтейін. Бүгін біздің енді барша бейне дәріске қатысушыларымызға арнайы өз дәрісін оқитын алаштанушы, Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Хазірет Әлі Тұрсын Маханұлы ағамыз бүгін бізде сұхбатта, бейне дәрісте, тікелей эфирде деп айтайын. Аға? Так, онда бастай берейін ба? Бастай берсеңіз болады, я рұқсат. Жақсы, ал құрметті Семей өңірінің азаматтары, мынау бүгін видеолекция ұйымдастырып жатыр, жоспарластырған екенсіздер, рахмет. Бірінші кезекте семейліктерге сол өз алдына дербес баяғы облыс болып құрылу туралы шешім қабылданып жатқанына сонымен құттықтап қоюым керек болып тұр. Құтты бола берсін. Құда қаласа Семейдің дәстүрлері ары қарай жалғаса береді ғой енді. Так, енді уақытымыз өте тығыз екен. 40 минуттық Zoom, менен сәл кешігіп кірдім, айып етпеңіздер техникалық себептерге байланысты. Енді осы мәселені мынау Семейдегі Абай облыстық кітапханасында мен өзім болдым, онда кездесу өткіздім. Енді осындай Нәзір Төреқұловқа байланысты видеолекция оқып беріңіз деген мәселе болғаннан кейін, мінекей мен өздеріңізбен жүздесіп отырмын. Енді бүкіл Семей қаласы төңірегіндегі кітапханашылар қатысып отыр екен. Мен енді сол кітапханашылар менен шығыстың кітапқа сұхбаттас болсын деген ойменен мен облыстық кітапханаға хабарластым. Олар да осы барлық аудандық, облыстық деңгейдегі кітапханашылардың бәріне таратты. Солардың барлығы да қатысып отыр деп есептеймін. Енді оңтүстікпенен шығыстың мәдени байланысы нығая берсін деген тілек айтамыз. Так, енді мынау презентацияны бастасаңыздар. Жақсы. Мына қазақ тарихында тұлғалар көп қой. Сол тұлғалардың біреуі ерте өзінің бағасын алып жатты, енді біреулері кештеу бағасын алып жатты. Солардың арасында мынау өзінің қоғамдық саяси қызметі және шығармашылығы бойынша бір ерекше тұлға бар. Ол ерекше тұлға мынау біз бүгін сөз етіп отырған Нәзір Төреқұлов. Енді Нәзір Төреқұловтың кеш зерттелуі, кеш қолға алынуының себебі неде? Бұл Нәзір Төреқұлов Қазақстанда азғантай ғана уақыт жұмыс жасады. Оны кейін тоқталып кетеміз. Оның негізгі қызметі Түркістан өлкесінде, Түркістан Республикасында өтті. Одан кейін Мәскеуде орталық шығыс халықтарының орталық кіндік баспасы деген болған, соның директоры қызметінде кетті. Соңғы қызметі Сауд Арабиясында 8 жыл қатарынан елші болды.
Бұл елшіліктен босағаннан кейін қазіргі Санкт-Петербург, бұрынғы Ленинград қаласында Шығыс тілдері институтында қызмет істеді. Демек, Нәзірдің толық зерттелмей келуіне ең басты себеп оның архив құжаттарының қолжетімсіз болуы. Енді кеңестік кезеңде архив құжаттарының әсіресе осы қуғын-сүргінге ұшырағандардың қорлары, құжаттары құпияландырылды, олар қолжетімсіз болған сондай. Енді тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде Нәзір Төреқұловқа байланысты көптеген жұмыстар атқарылып келе жатыр. Енді екінші слайдқа көшіңіздерші. Мынау бірінші қазір көріп тұрған слайдтарыңызда Алаш қайраткерлері көрсетіліп тұр. Бұлардың арасында Нәзір Төреқұлов жоқ. Өйткені Нәзір Төреқұлов Алаш қайраткері ретінде тұлғаланған жоқ осы кезге дейін. Ал ол дипломат ретінде тұлғаланды. Енді біздің зерттеулерімізге байланысты, зерттеулерімізде анықталғандай, Нәзір Төреқұлов сол алаштық қайраткерлердің тікелей өнегесімен қалыптасқан өзі де алашшыл қайраткер. Енді алашшыл қайраткерлердің бір қатары кейін большевиктік платформаны қабылдап, кеңес өкіметін мойындап, кеңес өкіметінің билігінің жоғары эшелондарында қызмет жасады ғой. Солардың бірі Нәзір Төреқұлов. Алдағы уақытта Нәзір Төреқұлов осы алаш қайраткерлерінің, мына тұрғандай алаш қайраткерлерінің қатарынан орын алады деп есептейміз. Өйткені Нәзір Төреқұловтың саяси ұстазы ол Әлихан Бөкейханов. 1916 жылы Минск қаласында мынау Әлихан Бөкейхановтың құрған земство ұйымында осы Әлиханның шақыруымен Нәзір Төреқұлов Минскіге барған. Минскіде бұл үлкен саяси жаңағы ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізген. Одан кейін соғыстан қайтқан тыл жұмысында пайдаланылған түркістандық қазақ, өзбек, тәжік, түркмен, қарақалпақ солар елге қайтаруға қызмет жасаған. Одан кейінгі кезеңде Әлихан Бөкейхан Торғай облысына комиссар болып келген кезде Нәзір Төреқұловты қасына алдырады. Нәзір Төреқұлов мен сол кезде Торғайда, Орынборда сол Әлихан Бөкейхановпенен бірге жұмыстас болады. Енді бұл алаш қайраткерлерге байланысты. Міне көрініп тұрған кітап алаш қозғалысына байланысты құжаттар мен материалдардың жинағы. Бұл енді алғаш рет көлемді болып шыққан 4 том 5 кітаптан тұрады. Осының мынау 3-ші томының 2-ші кітабында біз осы Нәзір Төреқұловқа қатысты Мәскеудің архивтерінен табылған алғашқы құжаттарымызды осыған салған болатынбыз. Келесі слайдқа көшіңіздер. Сол ары қарай жалғастырып кете берейік. Енді Нәзір Төреқұловқа байланысты Москваның архивтерінде, қандай деректер бар, осыған қысқаша тоқталып кетсек. Москвада Аргаспий деген үлкен архив бар. Ресейдің қазіргі заманғы саяси әлеуметтік саяси тарих архиві. Мен осы архивте Нәзір Төреқұловтың мынау Мәскеуде қызмет істеген кезеңіне қатысты, сосын Ташкент, Түркістан өлкесінде істеген қызметіне байланысты көптеген деректер бар, кездеседі. Енді келесі бір архив Ресей Федерациясының мемлекеттік архиві. Мынау фотоларды таныстырып кетейік. Бұл фото Нәзір Төреқұловтың 28-ші жылы Сауд Арабиясына төтенше және өкілетті елші болып барған кездегі суреті. Сауд королі соның элитасымен бірге келе жатқан суреті. Келесі, нені тездетіп өткізіп тұрсаңыздар дұрыс болады. Хазірет Әлі аға, біз енді байланысқа, жаңағы сетқа байланысты болып жатыр екен слайдымыз.
Жақсы, жақсы. Жақсы. Так, енді мынау Москвада Ыргаспийде болған кезіміз. Ыргаспийдің архивінде оны мен және докторанттарым. Сол бер жағында тұрған Гаухар Батырбек қызы деген менің докторантым. Сол докторантыма Нәзір Төреқұловтың жаңағы қоғамдық саяси және шығармашылық қызмет деген тақырыпты докторлық диссертация етіп бердім. Ол қызымыз 19 жылы сәтті қорғап осы несін алып шықты, дипломны алып шықты. Енді мынау сол Ыргаспийден табылған құжаттың біреуі мынау. Бұл құжатты Сұлтанбек Қожанов Орынбордан Сталиннің өзінің атына тікелей жазған. Осы құжатта Сұлтанбек Қожанов Мәскеуде қызмет жасап жүрген Төреқұловты өте жоғары бағалайды. Бүгінгі күні Қырғыз өлкелік комитеті үшін, қазақ халқы үшін сол Нәзір Төреқұловты оқу ағарту халық комиссариетін дайындау өте қажет. Бізге босатып жіберіңіз деген өтініш айтады. Ал бұл өтініш жағы орындалмайды. Оның себебі не? Оның себебі мынау 1922 жылы Нәзір Төреқұлов Түркістан өлкелік партия комитетінің бас жауапты хатшысы қызметінен босатылып, Мәскеуге Шығыс халықтары баспасының директорлығына тағайындалады. Міне, бұл енді Нәзір Төреқұлов өзі бірнеше шетел тілін біледі, өзі Түркістан жағдайында өмір сүрген. Осындай жағдайда Нәзір Төреқұловты үлкен қызметке дайындайды. Ол үлкен қызметке дайындағандағы нәрсесі ол Сауд Арабиясына елшілікке дайындайды. Міне, бұл жұмысты бұндай ойға, бұндай пікірге неге келдік біз? Бұндай пікірге келген себебіміз мынау Москвада Гарф мемлекеттік архиві Ресей Федерациясының. Сонда Нәзір Төреқұловтың Шығыс баспасы директоры кезіндегі көптеген құжаттары сақталынған. Ал сол құжаттарының ішінде Нәзір Төреқұлов апта сайын, ай сайын КПСС ВКПБ орталық комитеті ғой ол кезде. Сол комитеттің үгіт насихат бөліміне үнемі шақырылып тұрған. Үнемі шақырылып, жаңағы есеп беріліп, басқа болып отырылған. Сонымен бірге бұны халықаралық келісімдер сөз болатын жиындарға да шақырып отырған. Нәзір Төреқұловтың Мәскеудегі архивтерінің құжаттары ол түгелдерлік жиналды деп айтуымызға болады. Қазіргі кезде мен осы Нәзір Төреқұловтың Мәскеу архивтеріндегі құжаттар жинағы деген құжаттар жинағын шығардым 2017 жылы. Бұл Нәзір Төреқұловтың 120 жылдығына байланысты, 125 жылдығына байланысты шығарылған дүние еді. Одан кейін Евразия университетіндегі Алаштану ғылыми зерттеу орталығы бар. Солардың тікелей ұйымдастыруымен, қаржыландыруымен Нәзір Төреқұлов архивтік құжаттары және таңдамалы шығармалар деген бір томдықты шығардым. Енді менің қолымда Нәзір Төреқұловтың сол 5 томдық дүниесі қазір дайын тұр қолымда. Нәзір Төреқұловтың құжаттар жинағы, мынау мақалалар жинағы және оның жазған кітаптары бар. Ол кітаптар жинақтары. Осылардың барлығы 5 томдық дүние болады. Енді оны алдағы уақытта жарық көріп жатыр. Так, енді осы Нәзір Төреқұловқа байланысты бір айтып кететін нәрсе. Мен 2017 жылы сосын 2019 жылы Ресей Федерациясының бір арнайы Федеральная служба безопасности, бұрынғы КНБ. Енді жалпы сол құпия құжаттармен танысудың, жұмыс істеудің өзінің ережесі бар. Сол ережесіне сәйкес мынау құпия қор, мынау әсіресе қуғын-сүргінге ұшыраған тұлғаның өзінің жеке істеріменен тек туыстары танысуға болады. Ал енді болмаса сол туыстарының сенім хатыменен танысуға болады. Мен енді
Нәзір Төреқұлов қор деген қор бар. Сол қордың сенім хатыменен бардым. Маған Нәзір Төреқұловтың сол тергеу ісі материалдарын қолыма берді. Бірақ оның ішінен көшірме жасауға маған мүмкіндік бермеді. Оның себебі Нәзір Төреқұловтың тікелей өзінің ұрпағы алуы керек. Солардың сенім хаты болуы керек деген нәрсе болды. Сосын мен ол кісілерге айтып түсіндірдім. Нәзір Төреқұловтың өзі 2 рет үйленген, бір ғана қызы болған. Сол қызы 2004 жылы қайтыс болды. Мәскеуде қайтыс болды. Өзі аманаттап, менің әкемнің туған жеріне жерленіңіздер деген аманаты бойынша Түркістан қаласына әкеп жерленген. Енді ол жаңағы Нәзір Төреқұловтың жалғыз қызы ол тұрмысқа шыққан, бірақ одан ұрпақ жоқ. Енді Нәзір Төреқұловтың ұрпағы жоқ мүлдем. Ал мен келісім хатты, сенім хатты кімнен алуым керек? Міне мәселе осындай болып тұр. Енді екінші әйелі Нина Александровна Левашова Төреқұлова екінші әйелі. Бұл екінші әйелінен ұл жоқ. Мына бірінші әйелінен мынау Нәзірдің қызы. Енді мен сөзімді қорытындылайын. Қазір 10 минуттан кейін аяқталады, 9 минуттан кейін аяқталады. Мен сөзімді қорытындылайын. Мен Нәзір Төреқұловтың бүкіл шығармашылығы, қоғамдық саяси қызметі ол қалпына келтірілді деп есептеймін. Ендігі кезектегі мәселе бір қызықты қандай деректер бар деген сұрақты сіздер білгілеріңіз келеді. Менен жаңағы Фейсбуктағы Нәзір Төреқұловтың ісіменен таныстым ғой. Осы ісінде Нәзір Төреқұловтың өз қолыменен жазған 64 беттік жаңағы көрсетілімі бар. Өз қолымен жазған 64 парақ өз қолымен жазылған. Енді басқа мысалға Қожановтың, Рысқұловтың, басқалардың құжаттарымен де таныстым. Ал оларға қарағанда Нәзір Төреқұловтың жаңағы өз қолымен жазған 64 бет парағы ол өте құнды дерек көз болып шыққан екен. Енді егер осы қолжазба қолға түсетін болатын болса, тұтастай бір романның фабуласы соның ішінде тұр. Нәзір Төреқұлов бұл жаңағы 64 беттік қолжазбасында бүкіл өзінің өмір баянын, дүниеге келгенінен мынау ұсталғанға дейінгі қызметін барлығын еркін тілде жазып шыққан. Осының ішінде небір деректер бар. Сондай деректердің біреуі, мысалға 36 жылы Москвада қазақ өнері мен әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі өтті ғой. Осы қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі өткен кезде бұл кім Нәзірге Қазақстаннан барған делегация. 2 адам барады. 2 адам барады, сөйлеп оның үйінде қонақ болады олар. Енді осы жерде Нәзір Төреқұлов сол кімдер келген еді, солардың фамилиясын, ат жөнін әне жерде көрсетпейді. Мен оларды ұмытып қалдым, кімдер келген есімде жоқ деп сөйлеп жалтырады. Енді неден құтқару керек қой оларды, өзіменен бірге қамалып қалмасын деген ойменен. Мұны Нәзір Төреқұловты елшілікке дайындаған кезде оның бұрынғы әйелінен ажыратып, мынау дәрігер маманға үйлендірген. Хазірет Әлі аға, кешіріңіз, сөзіңізді бөлдім. Бізге берілген уақыт 1 минут уақыт қалды. Сондықтан да барлығымыз осыдан кейін қайтадан қосылсақ, өйткені тақырып өте қызықты. Оқырмандардың келіп жатқан сұрақтары да бар. Сондықтан қайтадан қосылсақ. Жақсы. Рахмет сізге, кешіріңіз. Жақсы. Енді мынау Хиджаз деп аталады, ол кезде Сауд Арабиясы деп аталған ғой. Осы Сауд Арабиясы менен Кеңес одағының арасында жаңағы достық қарым-қатынас орнауы керек. Ал ол үшін
өзі ортодоксальный исламды тұтынатын мемлекет, исламдық мемлекет, теологиялық мемлекет, Хиджаз, Сауд Арабиясы деген. Міне осы елге мықты өзі ислам, өзі мұсылман, өзі араб тілін жетік білетін, өте мәдениетті адам керек болды. Сөйлеп таңдау осы Нәзір Төреқұловқа түскен. Нәзір Төреқұловты сол жағы елшілікке дайындау 4-5 жылға созылған. Міне осындай тыңғылықты дайындықтың барысында Нәзір Төреқұлов елші болып барды. Сол дайындықтардың арасындағы ең бір нәрсесі бұны өзінің сүйген жарынан, сүйіп қосылған жарынан ажыратып, оны жаңағы кеңес НКВД-ның қызметкері болып саналатын Нина Александровна Левашоваға үйлендіруі. Міне былай қарасаңдар, өте бір трагедиялы нәрсе. Совет өкіметінде осындай да жағдайлар болды ғой. Өзінің қызмет мансабы үшін әйелінен ажырасып, басқа әйелге үйлену. Бұл енді мансап құмарлық жағынан болған болуы керек. Ал енді Нәзір Төреқұловты мемлекеттің мүддесі үшін өзінің махаббатынан ажыратып, оны кәдімгі сол барлау жүргізуге маманданған дәрігер маманға үйлендіруі, қосуы. Міне енді мынау жаңа слайдта бар. Нәзір Төреқұлов өзі суретші де болған. Сол өзінің қызының суретін салған. Сол қызының суреті бар. Сол қызының естелігі, мына тұрған сол өзінің қызы. Енді осы қызының естеліктері бар. Әкесінен қалай ажырасқанын білмейді. Бірақ жексенбі күні әкем мені алып кететін еді, қыдыртатын еді. Әкемнің үйінде болдым, үйі осындай еді, тағы деп айтып отырады. Бұл енді ол Мәскеуге, Сауд Арабиясына елші болып кеткенге дейін бұл ажырасып, жағы Нина Александровнаға үйленген. Мен сол Фейсбуктың архивіндегі құжаттармен танысқаннан кейін жағы Нина Александровна Левашова соған қатысты тергеу материалдары бар ма? Ол тұтқындалды ма? Ол саяси қуғын-сүргінге ұшырады ма? Іздедім. Ол енді мынау сонда үлкен қайраткердің әйелі ретінде ол да тұтқындалуы керек еді. Ол да жер аударылуы керек еді. Ол да жазалануы керек еді. Бұл заңдылық ұсталды, басқа қылды деген. Бұл енді жаңағы Нина Александровнаның өзінің жарының сол өзін қадағалаушы болып қызмет атқарғандығын сезініп отыру, 8 жыл бойы, 9 жыл бойы сезініп отыру, ол енді өте ауыр нәрсе. Енді бұл да бір көркем шығармаға арқау болатындай дүние. Сүймеген сүйікті деген мәселе ғой. Міне, дәл осы біздің қайраткерлердің арасында, қазақ қайраткерлерінің саяси элитасының арасында осы семья жағдайында бірнеше рет үйленген жағдайлар кездеседі. Мысалға, Сәкен Сейфуллиннің ол жағы үйленуі, бірнеше рет үйленуі, Тұрар Рысқұловтың оның да бірнеше рет үйленуі. Осылардың барлығының астарында ол енді қазақы тілмен айтқанда жүргіштік емес, сол заманның, сол қоғамның жаңағы бір орынды, орынсыз талаптары жатқанын да аңғаруға болады. Оны әсіресе осы Нәзір Төреқұловтың өмір тарихы айқындап береді. Енді Нәзір Төреқұлов алашшыл қайраткер деп айттық. Алашшыл қайраткер болғанда алаштың тәрбиесін көрді, өнегесімен өсті. Бұл мынау Нәзір Төреқұлов сол
ұлттық мүддеге жұмыс жасады. Мысалға Нәзір Төреқұловты, Сәкен Сейфуллинді, жаңағы Тұрар Рысқұловты және тағы басқа да қайраткерлерді мынау социализмге тақия кигізушілер деп бір айтатын орыстың бір зерттеушісі бар. Бұлар социализмге тақия кигізгісі келді дейді. Сөйлеп кетеді. Ал шын мәнінде не? Шын мәнінде социализмді сол қазақтың ұлттық мүддесіне қарай бейімдеу еді. Міне осы бағытта жұмыс істегендердің біреуі біздің осы айтып отырған Нәзір Төреқұлов. Нәзір Төреқұлов сол Түркістанда жүрген кезінде қасиетті жұма күнді демалыс деп жариялаған. Сол декретке қол қойған адам. Сосын мынау Құрбан айт күндерін мемлекеттік мерекелердің тізіміне енгізген адам. Мынау мешіттер мен медреселердің вакфтік меншігін өздеріне қайтартқан адам. Осының өзі мынау социалистік қоғамның құндылықтары менен ұлттық құндылықтарды ұластыруға жасаған әрекеті деп білеміз. Ендігі мәселе мынау тұлға аралық байланыстарға келейік. Тікелей шәкіртінің бірі деп. Бұл Минскіде бұлардың кездескен жолы кейін Торғай облысында да Орынбор қаласында ары қарай жалғасын тапты. Енді Орынбордан кеткеннен кейін Нәзір Төреқұлов Қоқан қаласына барып, Қоқан қаласында қалалық революциялық комитеттің төрағасы болады. Ары қарай баспасөз қызметіне араласады. Сөйтіп жүріп Түркістан орталық атқару комитетінің төрағасы, Түркістан коммунистік партиясы орталық комитетінің жауапты хатшысы қызметтерін атқарды. Үлкен қызметтер. Міне. Ал Нәзір Төреқұлов осы кезде Мәскеуге алдырылып, үй қамақта отырды. 22 жылы Нәзір Төреқұлов сол Шығыс халықтарының орталық баспасына директор болып барды. Сол барған кезінде Нәзір Төреқұлов сол өзінің ұстазына үй қамақта отырған, материалдық қиындық көріп отырған Әлихан Бөкейхановты шақыртып, сол Шығыс баспасына аудармашы, әдеби қызметкер ретінде жұмысқа қабылдайды. Әлихан Бөкейхановтың көптеген аудармалары бар ғой, кейінгі шығармалардың ішінде бар. Соның ішінде Нәзір Төреқұлов осы аудармашылықпен айналысып, ол нәпақасын айырып отырды. Енді мен жаңағы мемлекеттік архивте осы орталық баспаның құжаттарын іздестірдім, түгел қарадым. Бір таңғаларлығы, осы әлемде теңдесі жоқ баспа болған ол. 40 тілде 7-8 графикада кітаптар шығарған баспа әлемде жоқ екен. Міне дәл осы баспаның қызметіне жаңағы мемлекет тарапынан өте қомақты қаржы бөлінген. Міне. Ал осындай үлкен мекеменің құжаттары толығыменен архивке өткізілмегендігі мені таңғалдырады. Архивтің қорларынан талай ол жағынан да бұл жағынан да ақтарып көрдік. Архивтің қызметкерлерінен сұрастырдық. Сонда олардың айтқан жауабы бұл мекеменің құжаттары бізге толығыменен өткізілмеген дегенді айтады. Сондай себеп айтты. Міне, сондай толығыменен өткізілмеген құжаттардың арасынан Әлихан Бөкейхановтың жұмысқа қабылдануы туралы бұйрығын және Әлихан Бөкейхановтың еңбек демалысына жіберілуі туралы бұйрығын, Әлихан Бөкейхановтың жаңағы бір қызметтен екінші қызметке ауысуы туралы бұйрығын,
оны іс сапарға жіберу туралы бұйрықтардың мен көшірмелерін алдым. Міне бұның барлығы Нәзір Төреқұлов 28 жылы Сауд Арабиясына елші болып кеткеніне дейін Әлихан Бөкейхановтан байланысын үзген жоқ екендігі. Бұның барлығы ол ұстазының алдындағы парызы ғана емес, ол жаңағы алаштық идея Нәзір Төреқұловта сондай ұлтжандылық, мемлекетшілдік пікір идеяның түпнегізі қайда дегенімізде сол Әлихан Бөкейхановқа барып тірелетіндігін айтамыз. Енді сол майданның қара жұмысына алынған қазақтар арасында сөз болған екен. Біз елге барсақ Әлиханның атынан мешіт салайық деген ойлар болған. Енді 16-17 жыл ары қарай қарбалас кеңестік билік орнады. Соныменен сол Минскідегі қара жұмыста жүрген біздің қазақтың азаматтарының идеясы аяқсыз қалды. Дәл енді осы идеяны сол алаштың идеясына шынымен құлай берілген небір азаматтар бар ғой. Мына оңтүстіктен шыққан бір Мәжитов деген бір үлкен бизнесмен бар. Сол бизнесмен өз қатар жігіттермен бірлесіп, баяғыда осындай идея болып еді. Сол идеяны біз іске асырайық деп жаңағы Петропавловск қаласынан үлкен мешіт қазір бастап жатыр. Мен бұны неге айтып отырмын? Бұны айтып отырған себебім, осы мешіт енді 1 жылдың көлемінде ашылып қалатын болуы керек. 20 жылы карантиннің уақытында мен Алматыда болдым да, сол бір 2 кітап дайындадым. 2 кітаптың біреуі Мир Назира, Нәзір әлемі деп аталатын. Бұл кітапты дайындаған нәзір танушылардың бірі алғашқы Сәрсенбек Сахабат деген азамат еді. Сол азамат кітапты дайындап, қолжазба етіп баспаға ұсынған, бірақ сол жатып қалған, 4-5 жыл жатып қалған. Енді сол кітап мен баспагерлермен сөйлескенімде солар айтты, мынадай кітап жатып қалды бізде. Ай, оның құрастырушы авторы ол да қайтыс болып кетті ғой. Давайте онда осыны шығарайық деп. Сөйтіп, Нәзір әлемі деген кітапты мен өзім редакцияладым. Сөйтіп, оны 2000 данаменен шығардық. Спонсорымды таптым. Енді 1000 данасын олай-бұлай тараттық. Енді жаңағы солтүстік Қазақстаннан, Петропавловск қаласынан Әлиханның атында мешіт салып жатқан жігіттерге айттық. Міне, сол мешіттің ашылған күні біз мынау Нәзірдің шәкірті Нәзір Төреқұловтың мынау кітабын хадия қылып жасап таратайық деген идеяны айттық. Олар қуанып кетті. Міне енді бағана сөзімнің басында мен айттым, Нәзір Төреқұловта мынау бүгінгі тақырыптың титул парағында тұрған сурет бар ғой. Сол суреттің арасынан орын алуы тиіс тұлғаның біреуі деп. Демек, мынау алашқа байланысты көптеген жұмыстар, зерттеулер жүргізілді ғой. Соның ішінде алаш қозғалысының 5 томдығы жарыққа шықты. Алаш көсем сөзі деген 10 томдық тағы да жарыққа шықты. Ал осы құжаттардың жинағына енбей қалып жатқан жұмыстар көп. Солардың біреуі Нәзір Төреқұловтың шығармалары. Енді мен сөзімді пысықтап қорытындылайын. Мынадай, 2017 жылы Нәзір Төреқұловтың 125 жылдығы өтті. Осы кезде мен жағы докторантым Гаухар Батырбекқызы екеуміз мына Нәзір Төреқұловтың түркістандық және мәскеулік кезеңінің тарихы деген монография дайындап шығардық. Ресей архивтеріндегі Нәзір Төреқұловтың құжаттарының жинағы деген оны шығардық.
сосын нәзір тану негіздері деген атпенен оқу құралын жарыққа шығардық. Енді Нәзір Төреқұлов қазақша, орысша жазумен бірге бұл өзбек тілінде де мақала жазған, өлеңдер жазған. Енді қазақ тілінде өлең жазбапты, бұл кісі өзбек тілінде жазыпты. Міне, осыны Ташкенттегі әріптестеріміз дайындаған өзбек тіліндегі шығармалары деп. Оны мен олай қарадым, бұлай қарадым, сөйтіп бұл кітапты да сол Нәзір Төреқұловтың 125 жылдығына тарту етіп, оны да шығардық. Сонда Нәзір Төреқұловтың біздің Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде үлкен конференциясы өтті. Осы конференцияда жаңағы 4 кітаптың біз тұсаукесерін ұйымдастырдық. Енді осы конференцияда мынау оның алдындағы 110 жылдық конференцияға Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі келіп қатысқан, өзі баяндама жасаған. Тайыр Мансұров келіп қатысқан, ол да баяндама жасаған. Ал мынау 125 жылдықтағы баяндама жасағандардың бірі Сауд Арабиясы королінің ханзадасы. Ханзада дейді екен оларда. Сол ханзадасы келіп баяндама жасады. Сонда бір есімде қалған әдемі бір естелігі бар ол кісінің. Сол мынау Қазақстанның Сауд Арабиясындағы елшілігінің ғимараты бұрынғы көне ғимарат екен. Содан біздің елшіміз бізге жер беріңіз, біз жаңа елшілік салайық деп айтты деді. Сосын менің оған берген жауабым, неге ол жақтан көшкіңіз келіп жатыр дегенде, біздің ғимаратымыз ескі деп айтты. Мақұл, жаңа жер берейін, бірақ ол көше Нәзір Төреқұлов атындағы көше емес қой. Қалай қарайсыз дегенде, ана жігіт ойланып қалды дейді. Біздің Қазақстанның елшілігі тұрған көше сол Нәзір Төреқұловтың атында. Осындай деректер келтіріп айта беруге болады. Енді осы 125 жылдық бізде бір қызық жағдай болды. 1937 жылы 3 ақпан күні Нәзір Төреқұлов атылған. 1917 жылы 3 ақпан күні. Ал 2017 жылдың 3 қарашасы, біз айтып отырған атылған күні қарашасы жұмаға сәйкес келді. Мен енді осындай сәйкестікті пайдаланып қалайын деп, елші жаңағы бір Нәзір Төреқұлов атында мешіт бар. Сол мешіттің имамына келдім. Имам, мынау ертең жұма екен. Жұма намазында Нәзір Төреқұлов туралы уағыз айтыңыз дедім жамағатқа. Енді 200-300 адам жиналады. Соған уағыз айтсын дедім. Сөйтсем, жаңағы біздің имамымыз айтады, мен анау мүфтият берген тақырыптан ауытқи алмаймын. Мүфтият рұқсат бермейді маған деді. Сосын мен оған айттым, жұма намазын, жұма күнді демалысқа айналдырған қай басшың дедім. Білмейсің, жоқ. Нәзір Төреқұлов. Ал Құрбан айтты, алғаш рет мемлекеттік мерекеге енгізген басшы кім дедім, ең алғашқы. Білмейсің, ол Нәзір Төреқұлов. Ал 8 рет қажылыққа барған кімді білесің басшылардың ішінен? Білмейсің. Ал 9 жыл қатарынан Сауд Арабиясында, Мекке, Мәдинада елшілік қызмет атқарған кім? Нәзір Төреқұлов. Білмейсің. Ал осы мешіт кімнің атында? Нәзір Төреқұловтың атында. Ал сен мешіттің аты сол кісінің атында, ол туралы ештеңе білмейсің. Сонда мен таңғалғаным, қаншама шетелден Сауд Арабия, Египетте оқып келген біздің имамымыз. Сол имам Нәзір Төреқұлов туралы ештеңе білмейді.
Ал енді осындай еңбегі бар адам жаңағы саяси қуғын-сүргіннің құрбаны, ол шахид. Неге сен осыны уағыз айтудан тартынасың деп. Содан қаланың имамына бардым, қаланың имамына айттым осылай деп. Ол имам түсіністікпен қабылдады. Бүкіл мешіттерге тапсырма берді. Давай мынадай тақырыпта сендер уағыз айтуларың керек деп міндеттеді. Енді атылғанына тура 80 жыл, 90 жыл толып отыр. 80 жыл толып отыр. Міне, әр шахид. Міне, бұны айтып отырғаным, енді мынау Нәзір туралы біздің мектептің оқулықтарында өте аз айтылады. Жалпы Қазақстанның тарихында да Нәзірге байланысты көп нәрселер енді айналымға еніп жатыр. Сондықтан алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыс одан ары қарай жалғаса береді. Енді мен сіздерге жаңағы ФСБ-ның орталық архивіндегі Нәзір Төреқұловтың тергеу құжаттарына байланысты айтуым керек еді. Оған енді уақытты тығыздау болып қалды. Сұрақтарға кезек берейік. Енді ары қарай сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер, ұсына берсеңіздер болады. Енді Хазірет Алиға енді жаңасына айтып отырған нәрселеріңізден менде мынандай бір сұрақ туындап отыр. Енді жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, мектеп бағдарламасында болсын, басқа да жаңағы біздің енді Нәзір Төреқұлов жайында ақпараттар аз деп. Енді жаңағы имамдардың өзіне қаншама жаңағы діни күндерді, діни мерекелерді құнттап берген басшының бірі болғандықтан қалай ойлайсыз? Жалпы негізі осы имамдарға да сабақ берер алдында осы біздің алаш арыстарымыз жайында сабақтар берілген дұрыс па? Бұл дұрыс. Дәл осы мәселені мен мүфтияттың сайтына жазып жібердім. Бұрын Совет үкіметінің кезінде бірыңғай саяси оқу күні деген болатын. Ол да дәл жұма күнге сәйкес келетін, бір қызығын қара. Оны обком бекітіп береді оның тақырыбын. Мынадай тақырыпта бүгін саяси лекциялар оқып қайтасыңдар деп. Енді мынау біз енді жалпы діни жамағатты назардан тыс қалдырып қойып жатамыз. Оларға айтылатын уағызды да өмірмен байланыстыруымыз керек. Ол мешіттердегі айтылатын уағыздар сол ақыреттің күні, жұмақпенен тозақ, тағыздағы өмірмен байланыстыру керек. Өмірмен байланыстыру үшін не істеуіміз керек? Мысалға, жағы былтырдан бері Тоқаевтың саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау деген жарлығы бар ғой. Осы жарлық бойынша орасан зор жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді дәл осы саяси қуғын-сүргін құрбандарының барлығын біз айта аламыз. Олар шахид, жаңағы діни таныммен айтатын болсақ, олардың барлығы шахид. Олардың барлығында еске алып, әр жұманың уағызында оларға көңіл бөліп айтып отыру керек. Оларға да Құран бағышталып отыру керек. Сондықтан бұл мәселені мүфтият қолға алатын болар деп есептеймін. Хазірет Әли аға, менде мынандай сұрақ бар еді сізге. Жаңа өзіңіз барысында айттыңыз, ана Мәскеуден, Ресейден шыққан құжаттардың барлығы шығарылды дейсіз. Сол құжаттар қазір қайда сақталынған? Ол құжаттарды біз енді тапқанымызды тапқандай археографиялық жұмыстар жүргізіп, оны құжаттар жинағына енгізіп қойып жатырмыз ғой. Мысалға, Мәскеу архивтеріндегі құжаттардың ең толық нұсқасы Ресей сыртқы саясат архиві. Оны жаңағы Тайыр Мансұров жеке кітап қылып шығарды. Ал одан басқа Мәскеу архивтерінен табылған Іргаспи, Гарф және Ғылым академиясының архивтеріндегі табылған құжаттарды біз неге 2017 жылы жеке кітап етіп шығардық. Енді мынау осы жерде кітапханашылар қатысып отырсыздар. 2020 жылы Алаш ғылыми зерттеу орталығы
шығарған кітап бар. Назир Төреқұлұлы құжаттар мен шығармалар жинағы деген бір томдық. Осы бір томдық барлық кітапханаларға барды. Өйткені ол мәдениет және білім министрлігінің қаржыландыруымен шықты. Библия коллектор арқылы сіздерге бір дана, екі данасы болса да барған болуы керек. Осыдан танысуға болады. Сосын одан бұрын Назир Төреқұловтың жаңағы шығармалары бір томдығы, екі томдығы, төрт томдығы жарыққа шыққан. Ал енді тікелей материалдарменен құжаттарды қазір айналымға жіберіп қойдық. Менде қазір біраз құжаттары бар. Бұларды енді алдағы құжаттарға, алдағы жинақтарға дайындап отырмыз. Рахмет. Ал президентіміз айтқаннан кейін алаш қайраткерлерінің қоғамдық жұмыстарын зерттеу туралы содан бері шыққан тың материалдар бар ма? Алаштанушылар қазір көп жұмыс істеп жатыр архивпен. Соның ішіне шықты ма тың материалдар? Тың материалдар көп. Мен енді басқалар үшін жауап бере алмаймын. Мен Түркістан облыстық сол комиссиясының мүшесімін, жұмыс тобының жетекшісімін. Осыған байланысты архивтерде көп деректер шығып жатыр. Мысалға Түркістан облыстық, Түркістан өңірлік архиві бар. Осы архивте Жүсіпбек Аймауытовтың істі болуына байланысты материалдар шықты. Жүсіпбек Аймауытов Семейден Торғайға мал айдап алып барады, Торғайдағы ашыққандарға. Міне осы мәселе кейін Жүсіпбек Аймауытовтың атына бәле болып жабысып, оны қуғындауға негіз болады. Жүсіпбек Аймауытовтың өзі Түркістанда, Шымкент қаласында жаңағы педагогикалық колледждің директоры болып жұмыс істеген. Міне осындай деректер көп шығып жатыр Түркістанның өзінен. Енді бұл жерде жалғыз алаштықтар қарап отырғанымыз жоқ. Бүкіл саяси қуғын-сүргін құрбандарын қарап жатырмыз. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының бұрын ақталғаны бар, ақталмағаны бар. Архивтерде жаңағы зерттеушілердің көзіне түспей тасада қалып жатқан құжаттар айналымға шығатын болып жатыр. Міне осы жұмыстар. Енді біз Түркістан облысы бойынша осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтауға байланысты 5 түрлі атпенен құжаттар жинағын дайындап жатырмыз. 5 құжаттар жинағы. Бұл енді аз жұмыс емес, аз жұмыс болмайды бұл. Сондықтан алдағы уақытта архив деректері қолжетімді бола түседі. Рахмет. Аға, тағы да бір сұрағым бар еді. Сөзіңіздің барысында айтып қалдыңыз, Назир Төреқұлұлы атында қоғамдық қор бар деп. Ол қор қандай жұмыстармен айналысады? Қай жерде? Бұл жөнінде айтсаңыз. Бұл Назир Төреқұлов қоры Алматы қаласында орналасқан. Абжаппар деген академик ағамыз қордың төрағасы. Енді бұл қор Нәзірдің мұрасын насихаттауменен айналысады тікелей. Нәзірдің мұрасын насихаттау, тағысындағы жұмыстарменен. Биыл Назир Төреқұловтың туғанына 130 жыл толғалы отыр. Осыған байланысты қор біраз жұмыстар жүргізіп келе жатыр. Жүргізетін болады алдағы уақытта да. Жақсы, тағы да. Қатысушылар, сәлематсыз ба Тұрсын Хазіретәлі ағай? Бүгінгі ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. 30 күн оразадағы барлық дұға тілектеріміз періштенің құлағына шалынып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Хазіретәлі ағай, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, Өзбекстанда деп. Биыл біз Өзбекстанға барып, сол жақта Қатаған музейінен Назир Төреқұлов бірінші Өзбекстанның дипломаты деген кітап алып келдік. Оның авторы Наим Каримов деген. Одан кейін сол Қатаған музейі 2021 жылы Назир Төреқұлов туралы фильм түсірген екен, директор. Дұрыс. Гүлеке, мен сіздің ойыңызды түсіндім. Назир Төреқұловтың ұлтына байланысты мәселе ғой, оның туған жеріне байланысты мәселе. Енді Назир Төреқұлов өзінің жағы анкеталарында барлығында да жазады, туған жерім Қоқан қаласы деп. Ал енді
Біз Нәзір Төреқұловтың туған жері Түркістан қаласының жанында Қандыөз деген ауыл деп айтамыз. Бұл жерде Нәзір Төреқұлов өзі туылмаған, әкесі Төреқұл осы неде туылған, жағы Қандыөзде туылған. Содан кейін Қоқанға көшіп кеткен. Енді кімнің Төреқұлдың әйелі өзбек болған, кімнің шешесі. Енді бір жерде өзбек деп айтады, бір жерде тәжік деп айтады, Нәзірдің шешесін. Енді Нәзір ана тілім өзбек тілі дейді. Ұлтым қазақ деп жазады. Сонда қазақ тілінен гөрі өзбек тілінде жақсы жазған болуы керек сол кезде. Ал бірақ оның қазақ тілінде жазған еңбектері, шығармалары бар. Енді бұдан шығатын қорытынды мынау қазақ, өзбек өзі тіріде базары бір, өліде мазары бір, ағасында небір ұлы тұлғалар жүрді. Соны кейде бір іштарлық жасаймыз, тек өзіміздікі болсын дейміз. Сөйтіп ана Сабыр Рахимовты қазақ етіп алып едік. Өзбектер оның атындағы метроны алып тастады, оның ескерткішін алып тастады. Дәл осы сияқты қайта құрудан кейінгі жылдары Ташкентте, жалпы Түркістанда, Өзбекстанда Нәзір Төреқұловқа, Тұрар Рысқұловқа, Сұлтанбек Қожановқа мектептердің аттары беріліп, оларда бюсттері орнатылған болатын. Кейін Ислам Каримовтың ономастикалық саясатына байланысты бұлардың барлығы алып тасталынды. Бұл жерде тек қазақ болып кеткендерді ғана алып тастады деген теріс түсінік болмау керек. Бұл жерде сол Каримовтың саясатына байланысты, ономастикалық саясатына байланысты ол мектептерді кісі аттарыменен атаудың қажеттілігі жоқ, оны нөмірлеп қояйық деген саясат болған. Ол өзбектің де зиялыларының аттары ол жерде алынып тасталынған. Енді мен Қахраман Ражабов деген профессор досым бар, өзбекстандық. Ол жігіт айтады, бұл уақытша мәселе, алдағы уақытта ол есімдер қайтарып беріледі дейді. Міне сондай кезеңде Нәзір Төреқұловтың ол өзбек ұлтына да ортақ, қазақ ұлтына да ортақ, жалпы түркі жұртына ортақ Нәзір Төреқұлов. Оның есімі қайтып келетін болар деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы. Тамаша, Хазірет аға көп рахмет. Енді бізде уақыт шамалы қалған екен. Мен енді көкейімде отырған бір сұрақты қойып үлгеріп қалғым келіп тұр. Жаңа айттыңыз, мынау Өзбекстаннан табылған жаңағы Нәзір Төреқұловтың өзбек тіліндегі жыр жинағы. Енді бізде қазақта ақындар аз емес, енді сол жаңағы Нәзір Төреқұловтың сол жинағын қазақшалайық деп ұсыныс жасап жатқан адамдар жоқ па, жалпы ақындар? Жақсы, ол жыр жинағы емес, шығармалар жинағы. Бұл шығармалар жинағының ішінде, бұның ішінде мақалалары, саяси мақалалары, сын мақалалары, сосын өлеңдері бар. Енді жаңа айтып өттім, Сәрсенбек Сахабат деген нәзір танушы деп. Сәрсенбек өзі жақсы ақындай еді. Сол Сәрсенбек біздің айтып отырған Нәзірдің өлеңдерін қазақшаға аударды. Тым тәуір аударды. Енді өзбек тілі менен қазақ тілі ұқсас басқа дегенменен ол көркем аударма, ол бөлек, көркем аударманың орны бөлек. Нәзірдің барлық өлеңі қазақ тіліне аударылды деп айта алмаймыз, бірақ аударуға әрекет жасалынды. Жақсы, тағы да. Жақсы, тамаша. Енді аға бізде 3 минут қана уақыт, сондықтан тағы да сұрақтар болса, алдағы уақытта өзіңізбен байланысқа шығып, тағы да бейне лекциялар, осындай бейне дәрістер ұйымдастырып жатсақ, көкейімізде сұрақтар болса тағы да қоя жатармыз.
енді алтыннан қымбат уақытыңызды бөліп, біздің енді Абай атындағы кітапханамыздың оқырмандарымен, біздің әріптестерімізбен байланысқа шығып, бүгінгі дәрісті ұсынып жатқаныңызға көптен көп рахмет. Енді жаңа бізде мынау ортақ чатқа да келіп жатыр. Міне сізге көптеген осында қатысып отырған дәріске қатысушылардың барлығы өздерінің алғыстарын білдіріп жатыр. Көптеген мағлұмат алдық деп жатыр. Сондықтан сізге жеміс тілейміз. Әрқашанда елімізге, халқымызға, жас ұрпаққа берер, осы Алаш төңірегінде, жалпы қазақ төңірегінде берер мағлұматтарыңыз, ақпараттарыңыз көп болғай деген ниеттеміз. Көп рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге.